Көзден жас ағызатын пияздың тағам дәмін кіргізумен қатар емдік қасиеті бар екенін көпшілігі біле бермейді. Пияздың шыққан жері қиыр шығыс, бірте-бірте Мысыр, Греция елдеріне жетіп, басқа елдерге тарай бастаған. Қай жерде болмасын кез келген заманда пиязды ғажайып пайдалы өсімдік ретінде қабылдаған екен. Достар, біздің арнаны 93% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашыған әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Ертеде римдіктер мен гректер пиязды жауынгерлерге күш және батылдық беретін әрі жарақатты жазатын шипалы қасиетті күшті өсімдік деп есептеген. Олар пияздың бір түріне жеңімпаз деген ат берген. Қиыр шығыс пен Сібір елдерін аралаған жиһанкездер пияз бен құрғылақ цингі ауруын емдеген екен. Пияз құрамы түрлі дәруменге бай минералды тұз, органикалық қышқыл, зиянды микробтарға қарсы төтеп беретін көзді ашытатын ұшпалы фитонцид деген зат бар. Ол ауадағы ауру тарататын микроб бактерияларды жояды. Пияздың сөлі емге пайдалы. Мәселен, пиязды спиртке қосып жасаған алажіп деген дәрі асқазан ішек жараларына, сондай-ақ атсклерозға да ем екен. Пияздың қан құрамындағы қантты азайтатын қасиеті де бар. Қант диабетімен ауыратындарға пияздан әзірленген сорпалы тамақ пайдалы. Бүйрегінде тасы бар сырқаттарға пияздың бір ас қасық сөлін күніне 2-3 рет ішкен пайдалы. Біреулер мұрнынан су ағып, тамағы қызарып ауырған кезде пияз сөлін тамызады. Бұл дұрыс емес, себебі қызарып бөртіп тұрған сілекей қабығын пияз сөлі одан әрі асқындырып жібереді. Оның орнына пияз сөлін шайнектегі ыстық суға қосып булап емдеген өте пайдалы. Пияздың емдік қасиеті 15-20 минут сақталғандықтан тезірек пайдаланған абзал. Езілген пиязды сүтке қосып, дәкеге орап аяқтың мүйізденіп кеткен жеріне басса, қатқан тері нәрленіп жұмсарады. Іріген жараға, үсіген жерге басуға болады. Пияздың шаштың өсуін тоқтататын қасиеті де бар. Пияздың сөлін мақтаға тигізіп, бастың құйқасына басу керек. Сондай-ақ пиязды үткіштен өткізіп, оны басқа жағып, сыртынан таңып қою керек. Бір немесе 2 сағаттан соң жылы сумен шайып жібереді. Үткіштен өткізілген пиязға сұйық май, жұмыртқаның сары уызы, бал, 1 шай қасық қосып құрғақ шашқа жақса, шаштың түсуі мен ұштануын тоқтатып тез өседі. Апельсин мен лимонға қарағанда пияздың құрамында аскорбин қышқылы көбірек. Қазіргі таңда жер жүзінде пияздың 400-ден аса түрі белгілі. Пиязды жылдың кез келген маусымында пайдалануға болады. Пияз қабығының қайнатпасы қандай ауруларға ем? Назар аударыңыз. Пияздың қабығы бірталай дертке шипа. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрнынан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бәріне белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естігенсіз ба? Сізге таңсық тақырып болса, төмендегі жазбаға назар салыңыз. Пияздың қабығы Е, В, С, Р дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементтеріне өте бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттарының арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке де ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі сізді жасартады. Жүрек қан тамырларының алдын алады. Еркектік қуатты арттырады. Иммундық жүйеңізді жақсартады. Рак ауруымен күреседі. Ағзаны шлактан тазалайды. Аяқ ауруларын емдейді. Шаршауды басып қуаттандырады. Ағзаны құрттан арылтады. Ішек жолдарын реттейді. Ағзаның жұмысын жеңілдетеді. Мидың қан тамырларын тазалайды. Қан қысымын қалпына келтіреді.
қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын реттейді, терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Қалай емдейді? Жүрек қан тамырлар жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді, жүрек қағысын реттейді, асқазан ас қорыту жұмысын қалпына келтіреді, ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады, әрі бүйрек ауруының алдын алады, қан айналымын реттейді, варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруынан айықтырады, ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді, инфекциямен күреседі, суыққа, вирусқа, саңырауқұлақ ауруларына, яғни подаграға қарсы шипа. Сонымен қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді, бұлшық еттегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шашыңыздың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады, әрі жылтырлығын арттыра түседі. Қалай дайындайды? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруынан айығасыз, суық тигізуден сақтанасыз, тәбетіңіз артып, қан тамырларды тазалайды. Ал холестериннен құтылып, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішесіз. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стакан араққа саласыз. 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қою керек. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қолданыңыз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, 1-2 ас қасық бақбақ, одуванчик тамырын және 1-2 ас қасық мыңжапырақ шөбін араластырыңыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 мл-ден ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емделу мерзімі 10 күн.